Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дейреп. Бүгін бізде алданып қалма рубрикасының 13-ші сериясы және мен сіздерге компьютер жөндейтін мастерлер туралы айтатын боламын және олардың қалай алдайтынын толығырақ жеткіземін. Кеттік. Көбісіңізде кімде компьютер бар, по-любому компьютеріңіз дұрыс істемей қалып, бір жері сынып қалған кездері болады. Және сол кезде сіздер мастерлер шақыртасыз, или көп жағдайда компьютер жөндейтін жерге апарасыз. Және сол жақта сіздердің компьютеріңізді алып қалады, процессорды алып қалады өзіне. Және алдайтын істер дәл осы жерде басталады. Жаңағы мастер сіздердің компьютеріңіздің бөлшектерін алып және оған арзандарын қойып, мысалы арзан видеокарта қойып, басқа нәрсе қойып, сөйтіп сіздерге қайтып беруі мүмкін. Яғни компьютеріңіз істейді, бірақ сіздің компьютеріңіз уже арзан және слабый. Осылай алдайды. Және өзіне алған блок питанияны, мысалы кулондарды қымбатқа сатады. Сөйтіп алдап кетуі мүмкін. Ал енді сұрақ, қалай алданбауға болады? Ол үшін компьютерді жөндеп жатқан кезде қасында тұру керек, немесе отзывтары бар, жақсы отзывтары бар мастерлерге жөндетуі керек. Лично өзім осындай проблеманы бастан кештім. Яғни менің компьютерім істемей қалды, ал мен өзім компьютер ондай қатты шарит етпеймін. Және естественно мен компьютер істейтін центрге апарамын. Және олардың маған вообще басқа компьютер бергенін мен 1-2 айдан кейін байқадым. Сондықтан алданбаңыздар. Сіздермен болған мен Дейреп. Пока.